Сарғалдақ тобы деп атадым. Ал мына екінші топты қызғалдақ тобы деп атаймыз. Ал үшінші топты бәйшешек тобы деп атаймыз. Осы бойынша біз бір-бірімізді бағалаймыз. Балалар, ұйымдастырылған іс-әрекетті бастамас бұрын біз миға шабу арқылы өткен ұйымдастырылған іс-әрекетті еске түсіреміз. Балалар, мен сұрақ қоямын, ал сендер жауап бересіңдер, жарай ма? Иә? Ал қазір қандай мезгіл? Жарайсыңдар. Наурыз көктемнің алғашқы айы болады. Ал көктемде қандай мейрам болады? Және сөйлесін. Қандай мейрам болады тағы? Алғыс айту. Жарайсыңдар. Сарғалдақ тобы наурыз мейрамы туралы айтты. Қызғалдақ тобы алғыс айту мейрам екенін айтты, иә? Ал енді балалар бір-бірімізге алғыс айтып алайықшы. Жарайсыңдар балалар. Ал енді біз аналар мейрамымызға қандай тақпақтар жаттадық балалар? Естеріңізде ма? Иә. Ал енді балауса айта қойшы, қандай анамызға ертең тақпақ жаттадық? Жарайсың. Айта қой. Жарайсың. Ал енді қандай тақпағымыз бар айтамыз? Жарайсың. Ал Лейла, қандай тақпақ білеміз? Менің анамның асқар сұлбан еді. Жарайсың. Қане сезім, қандай тақпақ білеміз? Ұялып тұрсың ба? Жарайды. Жарайды. Бұл жерде барлығымыз сарғалдақ тобы да, қызғалдақ тобы да, бәйшешек тобы да жақсы қатысты. Жарайсыңдар балалар. Ал енді бүгінгі ұйымдастырылатын тақырыбымыздың аты Наурыз мейрамы. Наурыз жыл басы. Наурыз көктемнің алғашқы айы болып табылады. Көктем мезгілі, наурыз мейрамы, ұлттық ойындар. Біз бірінші көктем мезгіліне тоқталайық балалар. Көктем мезгілінде құстар жылы жаққа оралады. Құстар ұшып келіп жатыр. Қарлар ериді. Жерлер жасыл желекке боялады. Ағаштар гүлдейді, күн жарқырайды. Барлығы керемет күйге бөленеді. Ал балалар үстіндегі тондарын, етіктерін, барлық ауыр киімдерін шешіп, шаттанып қуанады екен балалар. Ал енді наурыз мейрамы. Наурыз мейрамы ежелгіден бастап түркі халықтары үшін 22 наурыз күн мен түннің теңелген күні, жаңа жылымыздың басталуы болып табылады балалар. Ең бірінші наурызымыздың белгісі бұл қазақ үйі. Кейде оны киіз үй деп те атаймыз. Балалар қараңдаршы, сырты, іші толығымен бояулармен безендірілген. Және наурыз мейрамында оның ішіне үлкен етіп дастархан дайындалады екен. Және көптеген астар пісіріледі екен. Сонымен балалар, наурыз мейрамында аталарымыз бата береді екен. Ақындар арнау айтады
жырлар орындайды екен. Әжелеріміз әңгімесін, ертегісін, әндерін айтып, жастарға үлгі болады екен. Көптеген астар пісіріледі екен. Соның ішінде наурыз көжеміз бар екен. Наурыз көже 7 түрлі дәннен жасалынады екен балалар. Міне қарап тұрыңызшы, әжеміз дайындап жатыр, иә? Наурыз көжені қазан толы етіп жасайды екен. Себебі наурыз көже қазан толы болса, сол жылы молшылық, тоқшылық, берекелі жыл болады екен. Наурыз көжеден барлық елдегі адамдар ауыз тию керек екен. Балалар, қараңдаршы, көптеген нелер тұр? Қазақ үйлер тұр, иә? Киіз үйлер тұр. Бұл дегеніміз ұлттар, ұлыстар бөлінбей көптеген түрлі түркі елдері наурыз тойын бірге тойлайды екен. Ал енді қараймыз, ұлттық ойындар. Наурыз айында балалар ұлттық ойындар ойналады екен. Соның бірі қыз бен жігіт бір-біріне сый тартуы, асық ойнауы, ақсүйек ойнауы, және көкпар тартуы. Қыздар, жігіттер бір-бірімен жырдан, биден, бір-бірімен жарысуы, және алтыбақан тебуі, бұның бәрі ұлттық ойындар екен балалар. Ал балалар, Қыдыр ата туралы естігеніңіз бар ма? Иә. Қыдыр ата бұл аңыз екен, иә балалар? Ол 22 наурыз күні түнде жортып жүреді екен. Және ол бата бергенде өте киелі екен. Оның батасы әрдайым қабыл болады екен балалар. Және мынандай бата болады екен. Ол наурыз айында ғана айтылады екен. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барсаң да жол болсын дейді. Ұлыс күні қазан толса, ол жылы ақ мол болар. Ол кісіден бата алса, сонда ол жалы жыл болар дейді. Бұл балалар тек қана наурыз айында айтылатын бата екен. Ал біз күнделікті астан кейін бата қайырамыз, иә балалар, иә? Иә, дұрыс айтасыңдар. Кәне, соны бір еске түсірейікші. Кім айтады екен? Нұрсұлтан, айтамыз ба? Келе ғой, айта ғой. Асық? Жарас, бәйшешек тобындағы Нұрсұлтан керемет біздің ас қайыруымызды айтып берді, балалар. Ал енді келесі кезекте бұны бейне жазбамыз осымен аяқталды. Ал енді топтық жұмысқа кірісеміз, балалар. Топтық жұмыста біз алдарымызға не қойып қойдық? Мынау не мынау, балалар? Қазақ, мұнда әртүрлі оюлармен безендірілген екен. Және бе алып, және әркім өз қазақ үйін әсемдесінші, балалар. Ал жарайсыңдар. Кәне ала берсін. Әрекетіміз жасаймыз, балалар. Жасмин клеим. Балалар, әсіңізден аяқтады? Жарайсыңдар. Қызғалдақ тобы мен бәйшешек тобы бірінші аяқтапты. Сен жабыспай қалды ма? Әкеле ғой. Сарғалдақ тобы сәл кешігіп бітті, иә? Еш нәрсе қылмайды, келесі жолы жылдан бітеміз. Ал балалар, жұмыстарымызды көрсетейікші кәне, міне. Сарғалдақ тобы өте әдемі етіп қазақ үйін безендіріпті. Кәні. Ой, жарайсыңдар. Теріс қарап жабысып қапты, еш нәрсе етпейді. Кәні, бәйшешек тобы керемет тура суреттегі қазақ үйіне ұқсап. Жарайсыңдар, балалар. Жарайсыңдар. Ал балалар, ендігі кезекте біз сегізіп алайықшы, балалар, иә? Орнымыздан тұрамыз. Балалар, орнымыздан тұрамыз. Балалар, сергеміз. Жарайсыңдар,
сандықша екен, иә балалар? Ал енді мен сиқырлы сандықшамды қолыма аламын. Ең бірінші іс-әрекетті мен жасап көрейін, иә балалар? Ішінде не бар екен? Балалар, мынау не? Ай ма, күн ба? Күн. Күннің түсі қандай? Сары түс екен. Дұрыс айтасыңдар. Ең бірінші іс-әрекетті мен жасап көрейін, иә балалар? Міне, мынау қыстан шыққан ағаш екен. Осыны біз көктемге айналдырайық, да? Бірінші көктемде не болады? Күн. Жарайсыңдар балалар. Мына жерге күнді жабыстырамыз. Күн жылынды, иә? Күн жылынған кезде не пайда болады екен? Оны білу үшін мен ортаға Ләйланы шақырып келе қойын. Мен істеген жоқпын, өткенде. Мен істеген жоқпын. Тынышталамыз балалар. Не бұл? Құстарға көрсетші. Құс. Көктемде құстар қайтеді? Жылы жаққа келеді екен, иә балалар? Ал Ләйла келе қой. Мен саған жәрдем берейін. Келді, ағашқа қондыршы. Жарайсың. Келе қой. Келе қой. Қолымызды өзіміз көрмейміз. Қолымызды жайлап тұрамыз. Ішінде не бар екен? Не бұл? Күн. Қандай түсте балалар? Қызыл түсте. Жарайсың. Ал енді бұны мен саған жабыстырамыз. Ағаш гүлдейді балалар. Ой, жарайсың. Қандай ақылды мен балалар. Ал қызғалдақ қолында Ясмин жарайсың. Ақсұлу келе қой. Қолыңды тыға қой. Не бұл? Құс. Кәне ағашқа қондырайықшы. Ал сарғалдақ тобынан балауса мұртас келе қой. Екеуін келе қой. Балауса мұртас келе қой. Қолын тыға қой. Өткіз жібер ерке. Жансен. Не бұл? Тұс. Жарайсың. Тұс деген сөзі, иә? Ала қой. Ала қой. Жарайсың. Балалар, мынау не? Қандай түс? Жарайсың. Келе қой. Барда жабыстыра қой. Кел. Тұтас. Құсты ағашқа қондырамыз. Жарай ма? Жабыстыра қой. Ой, ағашы бар жерге жабыстырамыз. Мана керемет, қандай әдем жабыстырып отыра қой. Ал, бәйшешек тобынан кел, Нұрсұлтан мен Мадияр келе қойыңдар. Ал. Ала қой. Ал, тастап жүрмесең қайтып алсай. Таңдама. Не екен бұл? Біреу не екен? Көбейдек. Қандай түсте екен? Ал, әкеңді. Түсінерге біле жақ беріп. Балалар гүлге не келеді? Көбелек. Ара келеді. Көбелектер, көбелектер және аралар. Дұрыс айтасыңдар балалар. Отыра қой. Ал, Айбатыр келе қой. Мына жақтан Айендір келе қой. Қарамаймыз. Бұл не? Көбелек. Айендір келе қой. Аламыз. Құс. Қайсы түсті? Қандай түс? Нұрсұлтан, әдемі отырамыз. Қызыл түс. Кел, жәрдем беріп жүрейін саған. Сен барып, күндің қасына қондырамыз. Сен ағашқа барып қондырамыз, иә? Әні, жарайсың. Ой, гүлдің қасына естегісі кеп тұр ғой, иә? Жарайсың. Қандай әдемі болды? Ал енді, Сезім, Нұрислам, келе қой. Ал, қолымыз саламыз, қарамаймыз ішіне. Ала қойыңдар. Жарайсың, ала қой. Екі құс шықты. Отырамыз. Жайымызға отырамыз балалар. Енді балауса келе қой. Сен жабыстырмай қалдың ау деймін. Келе қой. Не бұл? Құс.
келеді жылы жақта келеді ұшып, иә? Ал ағашқа қондырамыз, ағашқа қондырамыз, ағашқа. Оған ағашымызға. Ал енді балалар, біздің көктем мезгілінде не болады екен? Күн ағаштар гүлдейді, иә? Гүлдейді. Құстар көбелектер гүлге қонады. Жарайсыңдар балалар. Қандай белсенді қызығушылықпен қатысыңдар. Жарайсыңдар балалар. Қандай жақсы балаларсыңдар, иә? Балалар, сонымен ең бірінші мейрамымыз қандай екен? Айту күні. Екінші мейрамымыз қандай екен? Үшінші мейрамымыз Наурыз. Наурыз мейрамы. Наурыз айында не болады балалар? Күн мен түн теңеледі, иә? Күн мен теңеледі. Жарайсыңдар балалар. Барлықтарың белсенді қатыстыңдар. Жарайсыңдар. Қызғалдақ тобы да керемет. Сарғалдақ тобы да жақсы қатысты. Және бәлшешек тобы да керемет қатысты. Рахмет. Сау болыңдар.